Құпия жәшік тұтқыны. Әңгіме. Авторы Ділдәгүл Нұрмағанбет. Нельсон қаласының әуежайынан алып лайнер аспанға көтерілгенде, салонда бұлыңғыр болашақ өмірінің соңы неге апарып тірерін білмей, сүлесоқ күйде бір адам отырды. Ол осыдан 30 жыл бұрын Орта Азиядан мұхиттың арғы жағындағы Америка бизнесі алпауыттарының алдауымен Айрона штатына келіп, кейін елге қайталмай қалған баһадүр еді. Бизнесі бақайшағына дейін шағып үйренген америкалықтар аңқау азиялықтарды алақанға түсіріп, қара жұмысқа, лас тірлікке пайдаланып үлгерді. Олардың 200-ді бақай есепке құрылған істеріне етін үйрете алмай талай рет жаны ышқынды. Жат жерде кімнен көмек сұрарын, кімге мұңын шағарын білмей шерменде халге түсті. Бөтен елде әділетті іздеу ақмақтың тірлігі екенін түсінді. Не істемек? Елге қайтуға бірнеше рет әрекет жасағанмен одан түк шықпады. Келісім шарт бойынша 5 жылға келген болатын. 5-ші жылы бітерде үлкен бизнес қожайыны Джордж бұған «Дүкенімнен зат ұрладың» деп жала жауып 2 жылға бас бостандығынан айырды. Америкалықтардың алдында өзін ақтап ала алмады. Түрмеде отырғанда төл құжатынан айырылды. Темір тордан шыққан соң бұрынғы қожайынға мүлде тәуелді болып қалды. Елге қайтатын құжаты да, ақшасы да болмады. Қожайыны құл ретінде жұмсады. Туған елге, ағайын туысқа деген сағынышы жазылмас жарадай жүрегіне шемен болып қатты. Кінді қаны тамған жеріндегі аққу қазы қаңқылдаған Жейхун өзені түсіне жиі кіреді. Ұйықтағанда ғайыптан пайда болатын түс қана кеудесіндегі өксікті бір сәтке басып, көмескі үміттің нәзік отын жағып алға жетелегендей болады. Асыл жары Айнұр, ұлдары Бақыт пен Ернар не күйде екен? Мұның мекен жайы ауыса берген соң, олар хабарласа алмай қалған болар. Үйіне қоңырау шалса, тұтқаны өзге адамдар алады. Мүмкін телефон нөмірлері ауысқан болар. Бәлкім Айнұр жұмыс бабымен басқа қалаға көшіп кетті екен. Оның мамандығы дәрігер болатын. 30 жылдан бері жат елде жүріп, бұйығы мінез тауып алды. Мұңын да, шерін де сыртқа шығара алмай, іштей өз күйігіне өзі өртеніп жүре береді. Салонда біраз ойға батқаны сол еді. Басы тағы да шым етіп ауыра түсті. Осыдан 6 айдай бұрын көшеде кетіп бара жатқанында полицейлер ұстап алып, үстін тінтіп, қалтасынан есірткі тауып алып, тағы да түрмеге тықты. Түрме мемлекеттік қауіпсіздік қызметіне қарасты объект болып шықты. Наша шекпейтіні, наша сатумен айналыспайтыны өзіне ғана аян. Есірткі затын қасақана қалтасына салып ұстап алуды ұйымдастырды. Тағы да өзін өзі ақтауға еш мүмкіндігі болмады. Темір торға түсісімен мұны сұп-суық камераға қамады. Суықтан үсіп өлетін шығармын деп ойлаған еді. Бірақ мезгілімен ыстық тамақ беріп тұрды. Әйтсе де тастай суық камера төсеніші мен жамылғысы жұп-жұқа, ағаш төсек мұны 2 айда мұрттай ұшырды. Дене қызуы 40 градусқа көтеріліп құса берді. Түрме полицейлері дәрігерлерге көрсетіп еді. Олар басында ісік бар, операция жасамаса болмайды деген тұжырым жасады. Ақырында түрме дәрігерлері мұны аса құпия қызметтер көрсететін медициналық клиникаға апарып жатқызып, ондағылар операция жасауға шешім қабылдады. Қарсы болғанмен бәрібір өліп кететінін ұғынып, бір Аллаға сыйынып операция жасауға келісімін берді. Операция 5 сағатқа созылды. Сәтті өтті. 1 ай бойы сол құпия клиникада жатты. 2 ай түрме изоляторында жатты. Сосын біраз уақыт арнайы бақылау колониясында қатаң қадағалауда жүрді. Жағдайы әжептәуір жақсарды. Сосын 1 айдан соң мұны құпия барлау агенттігіне шақырғанда таң қалды. Құпия барлау агенттігі мені не үшін шақырды деп ойлағанмен ой түбіне жете алмады. Өз билігі өзінде болмаған соң айтқанға көніп, айдағанмен жүре бермеске амалы жоқ.
Қарсыласса жанын тәнінен айыра салу бұларға түкке тұрмайтын сияқты. Агенттік ғимаратының ауласына күзетпен енген соң, бірнеше болат есіктен өтіп, ат шаптырым кабинетке келгенде, сұп-суық сұр көздері шүңірейген, мұрны істіктей біреу қарсы алды. Қабырғадағы 40 шақты монитордан қай кабинетте не болып жатқанын, есіктерден кімдер кіргенін, шыққанын бақылап отыр екен. Ол өзін Ричард деп таныстырды. Мұның ағылшын тілін жетік білетін ескерместен тілмаш келіп, резиденттің сөзін орыс тіліне аударып тұрды. Бәрі түсінікті болды. Мұны барлау қызметінің агенті ретінде туған жеріне тыңшы етіп жібермекші екен. Келісесің бе, келіспейсің бе деп сұрамады. Осы істі аяқтасаң бостандыққа шығарамыз, деді шүңірек көз. Туған елінің аты аталғанда жүрегі шым ете қалды. Еліне тыңшы болып баруды жаны мүлде қаламады. Алдында екі-ақ жол тұрды. Бірі Айрона штатының заңы бойынша өмір бойы түрмеде отырып өлу, бірі атамекенге жансыз болып барып, құпия барлау агенттігіне қызмет ету. Іштей сай-сүйегін сырқыратқан резиденттің мына ұсынысынан кейін табанда өзін-өзі өлтіргісі келді. Бірақ құпия барлау агенттігі тұтқынның тектен-текке өле салғанын дұрыс көрмейді екен. Олар өлімге ұмтылған тұтқынды да пайдаланып қалғанды ұнататынын іштей ұқты. Бахадыр ұсынысқа бірден қарсы шықты. Резидент Ричард бір апта ойлануға мұрсат берді. Тапсырма шарты бойынша бұл қауіпті істер атқармайды. Тек құпия барлау агенттігінің өз еліндегі бас агентімен кездесіп, арнайы алынған құпия ақпараттарды ағылшын тіліне аударып, мәтіннің қатесін тексеріп агентке беріп отырады. Бар болғаны сол. Түсініксіз. Бұдан басқа түк бітірмесе несіне туған жеріне тыңш етіп жібереді. Осы сұрақ көкейінде тұрды да қойды. Клиникадан шыққалы бері қатты ойланса, басы ауыратын болды. Операцияның әсері шығар деп ойлады. Бір жұмадан соң тапсырма жеңіл екен. Өлсем, туған жеріме барып өлейін, деп ұсынысқа келісімін берді. Аты жөнін Вагнер Стоунс деп өзгертіп, қолына Айрона штатының азаматы деген құжат берді. Міне, енді алып лайнердің ішінде атамекенге жақындаған сайын, артта қалған азабы мол жылдардан алыстай бергенімен, өзегі өкініштен өртеніп, тозақ отына жақындап келе жатқандай үрейлі күй кешті. Күн нұрымен шағылысып, зеңгірі көк түске боялған шексіз мұхит үстінде ұшақта келе жатып, қасындағы жолаушыларға көрсетпей көз жасын еріксіз төкті. Ұшақтан денесі сиятын тесік табылса секіріп, жалмауыз мұхит жануарларына жем болғысы келді. Ұшақтың ішінде әжетханаға барған болып, секіретін тесік те есік те іздеді. Бәрі жабық екен. Іздегенімен жеме-жемге келгенде секіре алмайтынын ұқты. Өлінен де күшті нәрсе бар екен. Ол туған жерге деген сағыныш сезімі. Ұзақ жылдар бойы қоламтада көмілген шоқтай маздап жатқан сағынышы оттай лаулап, жүрегін жалынымен әлсін-әлсін тулата берді. Салондағы орнына симай теңселіп кетті. Шынымен туған еліме тыңшы болып кірмекпін бе? О жаратушы, мендей сорлы бейбағыңды кешіре көр. Туған жердің топырағын бір иіскеу үшін осындай қадам жасадым. Кешіре көр, қасиетті туған ел, деп айналасындағыларға естірте күбірледі. Неде болса кіндік қаным тамған елді көрейін деп бекінді. Тынымсыз тулаған сағыныш сезімі жұдырықтай жүрегін ұрғылап, елге табан тірегенше маза бермеді. Қан қысымы да көтеріліп кетті. Стюардессадан дәрі алып ішкен соң сәл басылды. Міне ұшақ Аллажар қаласына қонуға таяп қалды. О туған жер, атамекенім, аманбысың? Бабаларым жатырмысың? Әруақтар бармысың? Мені өзге елде азып тозған ұлдарыңды кешіріңдер, кешіре алсаңдар. Мен жарық дүниенің нұрын алғаш емген қасиетті топыраққа тыңшы болып келе жатырмын. Сатқын болғым келмейді туған жер. Сенің қасиетті топырағыңды құшып, мауқымды басып, аядай жеріңді жастанып өлу үшін ғана осылай істеуге келістім.
Кешіріңдер мені, кешіріңдер мені, кешіріңдер мені. Соңғы сөздерді жандағы сапарластарға естірте айтқанын байқамай да қалды. Елмен арасы жақындаған сайын жүрегі тайдай тулап, жанын қоярға жер таптырар емес. Сағаттар бойы кеудесінде еріксіз тулаған сағыныш жалыны дауылы басылған нөсердей қос жанарынан тамшы болып ағылды. Жолаушылар бұған таңырқай қарасты. Жылдар бойы жүрегіне жиналған, бауырына шемен болып қатқан шерді көз жасымен шығарып, ішкі сарайы біраз жеңілдегендей болды. Ұшақ әуежайға қонып, жұрт трапқа шығып үлгергенше көз жасын сүртіп, өзін ретке келтіріп алды. Қасиетті туған топырақты басқан сәттен бастап, осы елдің азаматына тән салт дәстүрлерді жасауға болмайды. Жерді құшып жылауға, адамдармен амандасуға, сөйлесуге, мейрамханаға, дәмханаға барып көңіл көтеруге, театрға, жануарлар бағына баруға, дүкендерді аралауға, демалыс орындарына баруға. Адамға тән тағы басқа әрекеттердің бәріне тыйым салынған. Өйткені бұл ресми түрде Айрона штатының азаматы, әрі құпия барлау агенттігінің тыңшысы. Өз еліне келіп өгейліктің сұмпайы күйін кешу ең ауыр жазадай тиді. Ұшақтан түсісімен бұрынғы шекист Рихар деген жігіт күтіп алды. Ағылшынша лақап аты Эдгард. Мұның аяқ қолын жерге тигізбей дедектетіп, қап-қара джипке қолтығынан жетектеп әкеліп отырғызды. Джип әп сәтте тақтайдай жолдармен қаланың сыртына қарай заулай жөнелді. 20 минутта тау бөктеріндегі әсем, зәулім үйге келіп тұмсық тіреді. Арихар қалта телефонмен үй ішіндегілерге келгендерін айтып хабар берді. Үйден еңгезердей орыс жігіті шығып, джипті аулаға кіргізіп, қақпаны жапты. Вагнер Баһадүрдің жүрегі тағы да тайдай тулады. Туған жерге жансыз болып келіп, құпия барлау агенттігінің Аллажар қаласындағы ордалы жыландай тобына қосылды. Үйдің бірінші қабатындағы үлкен залда 10 шақты адам дөңгелек үстелді жағалай күтіп отыр екен. Бас агент Дейл Баһадүрмен ағылшынша амандасты. Іштей жақтырмаса да, шартты орындау үшін бұл да ағылшынша сәлемдесті. Баһадүрдің жүрегіндегі сағыныш толқыны жайына қалып, агенттердің ортасында бірден тапсырма талқыланды. Сағыныш сезімінен, туған жердің ауасымен тыныстап, топырағын басып толқыған соншалық, агенттердің сөзі құлағына бірі естілсе, бірі естілмей, жан дүниесімен арпалысып отырды. Құпия барлау агенттігінде айтылған әңгіме осы жерде қайта пысықталды. Әңгіме жасырын камерамен таспаға жазылып алынды. Бұл несіне қайталай береді деп ойлады. Дейлдің түсінікті ме деген сұрағына бәрі түсінікті деп жауап берді. Ришардтың Дейлге жолдаған ішінде құпия ақпараттардың цифрлары жазылған құжатты берді. Қағаздағы сандардың қандай құпия мәлімет екенін ұқпады. Мұны үйдің екінші қабатындағы дайындап қойған арнайы үлкен бөлмеге швейцар ертіп әкеліп кіргізді. Бөлме үлкен екен. Ішінде қажетті заттың бәрі бар. Теледидар, тоңазытқыш, телефон, тіпті компьютерде қойылған. Бір бұрышында ванна мен әжетхана бөлмесі бар. Бөлменің ортасына соңғы үлгідегі жұмсақ жатын ағаш кереует, қабырғаға таяу айнадай жалтыраған қоңыр түсті шифонер орналасыпты. Терезенің темір торы бар. Көгілдір жалюзидің сыртынан аспан түсте шілтерлі капрон перде ілініпті. Қоңырау түймесін басса, үй қызметшісі болып істейтін әйел келеді. Жеке өзінің сыртқа шығуына тыйым салынған. Шыққысы келсе, күзетшімен бірге шығуға рұқсат етілген. Ал, демала беріңіз, деп швейцар есікті жауып шығып кетті. Кеткен соң есіктің құлыбы пульт арқылы сарт етіп жабылды. Туған жерге келгенде, жансыз болып еріксіз іспен айналысатын іші біліп тұрса да, сорлы жүрек бостандықты аңсап, атқақтауын қоймады. Таудың әсем баурайындағы зәулім үйде туған топырақты иіскеуге зар болып отырсы мынау. Дүние-ай, кеңдігіңді қайтейін, өз еркім өзімде болмаған соң,
деп күрсініп, кең бөлмеде ерсілі-қарсылы жүре берді. Туған топырақты бір көрмей жаны жай табар емес. Мына тозақтан қайтып құтылсам екен, деп ойлады. Тағы да басы шым етіп ауырды. Мазасыз ойдан шаршаған соң демалайын деп кереуетке құлай кетті. 30 жылдан кейін елді аңсап, емешегі үзіле сағынып келгенде қайдағы ұйқы. Ұйықтамаса да, біраз жатып миын тынықтырған болды. Қарны шырылдап қоя бергесін тоңазытқышты ашты. Мәс саған, қазы қарта, қымыз қымыран, пісірілген қойдың басы, ет әсіп, түрлі азық самсап тұр. Ұлттық тағамдарды көргенде жанарынан жас ыршып кетті. Осымен елге келгесін жылауық болып барамын-ау, деп өзіне өзі тоқтау салды. Тағамдар мұздай болса да үстел үстіне қойып, опырып жей бастады. Салқын тағамдар асқазанын түйілдіріп бара жатқан соң қоңырау түймесін басты. Қызметші орыс әйел келіп бұйымтайын сұрады. Ыстық шай әкеліп беруін өтінді. Көп кешікпей қаймақ қатқан бір шәйнек қою күрең шай алына келді. Тура келіншегі Айнұрдың шәйіндей тәтті екен. Тері сорғалап отырып шайға қанбады. Тағы да бір шәйнегін сұрады. Шайды тағы да келіп берді. Шіркін-ай, осы шайды келіншегімен, балалармен алаңсыз отырып, бірге ішер ме еді. Дейл мені ұлттық тағамдарға бір тойсын деп, шынымен есіркеген екен-ау. Бұның қимылының бәрін Дейл төменгі қабаттағы бөлмеде монитордан бақылап отырған еді. Туған елдің жеңсік асынан дәм татып әлденген соң, шерлі жүрек аздап басылайын деді. Бірақ миын кеулеген беймаза ой жанын қойырға жер таптырар емес. Елге тыңшы болып оралғасын, мұны кім басынан сипай қояр дейсің? Айтпақшы, маған берілген тапсырма бойынша мен ешқайда бармаймын. Ешкімізде ештеңені де бақыламаймын. Тек Дейлдің қасында отырып айтқанын тыңдаймын. Істе деген істеймін. Тыңшы құжатында көрсетілген менің қызметім берілген құпия ақпараттарды қағазға ағылшын тіліне аударып тізіп жазу ғана. Дайын болған мәтінді қайта тексеру. Ақпараттардың дәлдігін орысша нұсқасымен салыстыру. Ағылшынша нұсқасы дайын болған соң Дейлге беру. Бар болғаны осы ғана. Сонда мен қандай тыңшымын? Түсінбеймін. Құжат бойынша құпия барлау агенттігінің агентімін. Қызметіме қарасам, мені тыңшы деуге еш қисыны келмейді ғой. Тағы да бас ауырды. Ұзақ ауырмайды. Ойланса болғаны, мен бір нәрсе тіліп өткендей шым ете қалады. Сосын әп-сәтте басылады. Кейін ауруы тағы қайталанады. Операцияға дейін бұлай ауырмайтын. Тағы да мұның бәрі операцияның әсері болар деп ойлады. Тамаққа тойып алып жатса ұйықтап кетіпті. Түсінде Жихонның жағасында әйелімен, балаларымен серуендеп, шат-шатыман әңгіме құрып жүр екен. Әйелімен екі баласы мұны қайта-қайта құшақтарына қысып, сағыныштарын басалар емес. Төртеуі өткен күндердің тәтті елесіне тәнті болып әңгімелері таусылар емес. Жихонның мөлдір суына беті, қолын жуып, майда толқындарына еміне көз тігіп, сұлу суретіне көз тоймай қарайды. Оянса таң атып қалыпты. Терезеден асқақтаған тау төсінде өскен шырша самырсын бал қарағайларға сүйсіне қарады. Жап-жасыл табиғат. Баһадүр, елге келген қадамың құтты болсын, деп мөлдіреп қарап тұрғандай. Ал мен тыңшымын ғой. Туған еліме қарсы қызмет етуге келдім, дейді үнсіз. Терезенің арғы жағындағы жасыл әлем, райыңнан қайт Баһадүр, туған елге адал бол, деп жәудіреп, бұдан жауап күткендей тым-тырыс күйде. Осы сәтте есіктің қоңырауы шылдырады. Кіріңіз. Есік пультпен сарт етіп ашылып, қызметші әйел кірді. Таңғы асты әкелейін бе? Әкеле беріңіз. Жихонның әсем толқындарын көз алдына елестетіп отырып ас ішті. Сәлден соң сұр телефон шылдырады. Дейл екен. Бірінші қабатқа кабинетке түсуін сұрады. Күзетші келіп кабинетке ертіп апарды. Күзетшінің конвоймен алып жүргені өзінің қатаң бақылаудағы маңызды адам екенін жетесіне тағы ұқтырды. Дейл бұл жолы орысша сәлемдесті де, жұмысқа кірісіңіз, деп бұйыра сөйледі.
Орындыққа жайғасып отырып, үстел үстіне қағаздарды жайып, құпия ақпараттарды ағылшын тіліне аударып жазды. Дәлдігін тексерді. Ақпараттар әскери қарулар туралы құпия мәліметтер екен. Мәтінді мұқият дайындап болған соң Дейлге берді. Ол: «Боссыз, бөлмеңізге бара беріңіз» деп тағы да бұйыра сөйледі. Күзетші бөлмесіне ертіп әкеліп кіргізді. Есік пультпен сарт етіп құлыптанды. Бөлмеге келгесін 1 сағаттан соң басы шыңылдап, шуылдап, 20 минуттай ауырды. Жанына байыз бермей, миына біреу ине сұқлап жатқандай ауырады. Жүрегі айнып, артынан құсқысы келді. Зорға дегенде басылдау. Күндегі қайталанатын тіршілік осы. Дейлдің кабинетінен шыққан соң 1 сағаттан соң бас неліктен шуылдайды? Не себепті ауырады? Бас ауруынан кейін құсатын болып жүр. Ричард мені елге сонау Америкадан аудармашы етіп, қалай оп-оңай жібере салды. Туған жерін көрсін дедім екен. Жансызбын деп ойласам, менің ісімді қылмыс деп бағалаудың қисыны келмейтін сияқты. Бұл не жұмбақ сонда? Құпия ақпараттарды ағылшын тіліне аударатын Америкада менен басқа адам құрып қалып па? Басым неге ауыра береді? Күннен күнге ауру асқынып барады, деп іштей күйзелді. Баһадүрге өз тіршілігі жұмбақ күйінде осылай жалғаса берді. Кейде кешкілік бас ауруынан арылғысы келіп, 2 күзетшінің конвойымен аулаға шығады. Ары-бері қыдырыстайды. Қызметші әйелдің бірі қақпаның алдында шынжырлаулы тұрған дәу қара сұр түсті, екіншісі үйдің артында тұрған, ол да шынжырға байланған күрең қара түсті апшаркаларға тамақ бергенін қызықтап қарап отырады. Байлаулы ақылдиттер адам қасына жақындаған сайын сезімтал бола ма? Баһадүрге қарап қыңсылап, құйрығын бұлғаңдатып, еркіндікті аңсағандай айналшықтап ала сұрады. Іштей: «Мен де сендер сияқты қарғы-бауы шешілмеген сормаңдаймын ғой», дегендей жанарлары жасаурап, иттерге үнсіз мұң шағады. Иттер де мұны түсінгендей арсалаңдап, айналшақтап, ойнағысы келеді. Бұған итпен ойнауға да болмайды. Сыртқа шыққанда бір нәрсеге қол тигізуге тыйым салынған. Жай көзбен қарауға ғана рұқсат етілген. Амал не? Сосын тау етегіне орналасқан көз жетер жердегі бірен-саран әдемі коттедждерге де көз салып қызықтайды. Қарағай басындағы бұлбұлдың салған әнін сүйсіне тыңдайды. Қала шетінде меңіреу тыныштық құшағында орналасқан ауданда көз жетер жерде басқа қызығы жоқ. Бөлмеге кірген соң қоңырау шалайын десе ешкімнің телефон нөмірін білмейді. Теледидарды тамашаласа басы ауырады. Компьютерге тіпті тиіспейді. Уақыт өткен сайын ішқұса болып басының ауруы үдей берді. Өзгермейтін аса қатал жұмыс кестесімен арада 3 жыл өтті. Айронаға ақша табамын деп 25 жасында кетіп еді. Қазір 55 жасқа келді. Дәмді, нәрлі ас ішіп, уақытылы демалып ұйықтаса да денсаулығы күннен күнге әлсірей берді. Кейінгі кезде басы ауырғанда еліріп, қалшылдап кететін жағдайға жетті. Дейлмен қарым-қатынасы бұрынғыдай. Ол бұйырады, бұл тапсырманы орындайды. Бөлмеге келген соң тура 1 сағаттан соң басы зыңылдап ауырады. Артынан құсады, селкілдейді. Көз қарауытады. Жаны пенде баласы татып көрмеген азапқа түсіп, өзімен өзі арпалысады. Адами құқықтарға бағынбайтын қуаныш күлкіден жұрдай. Бас ауруынан азап тартқан сүреңсіз өмір міндетті түрде қайталана берді. Мұңын шағатында адам жоқ. Тау бөктеріндегі зәулім үйде тексеріп жатқан ешкім жоқ. Бұл үйде бәрі Дейлдің пәрменімен өмір сүреді. Айналасы биік бетон қабырғалармен қоршалған үйдің түрмеден еш айырмашылығы да жоқ. 3 жылдан бері адам ретінде ешқайда шығармады. Ағайын туысқа жете алмады. Туған жердің төсінде еркін жүре алмады. Өзгелердей өмірдің қуанышы мен шаттығын сезіне алмады. Адамға тән сезімдерді бастан кеше алмады. Мына ғажап дүниенің қызығын көре алмады. Жарық дүниенің күлкісін де, сәулесі мен нұрын да, бақыты мен махаббатын да сезіне алмай, құр сүлдерін сүйреген тірі өліктей адами тіршіліктен махрұм қалды. Жүйкесіне ауыр салмақ түсірген, рухын жаныштаған, үмітін қылбырауға салған жиіркенішті өмірден әбден жалықты, шаршады. Мені дәрігерге көрсетіңізші деп Дейлден қанша өтініп сұрағанмен,
Ол уәде береді де орындамайды. Одан да үмітін үзді. Төрт қабырғаның ортасында отырып, зарын айтар адам таппай іштей өкси берді. Тіршілігінің тығырыққа тіреліп, сормаңдай күй кешкеніне қатты налды. Бір таңғаларлығы, ұшақтағыдай өзін өзі өлтіруді еш ойламады. Қанша азап шексе де, туған топырақты бір көруден үмітін үзбеді. Бір күні кезекті бас ауруынан кейін есінен танып құлады. Дейл мұның еденге құлағанын монитордан көріп, жалдамалы медбикені шақырып қаратып, дәрі-дәрмек алғызып берді. Ішкен дәрілері уақытша тыныштандырғанымен, бас ауруынан айықтыра алмады. Адам баласы төзе алмастай азапты арпалыспен тағы бір жыл жалғасты. Бәрінен әбден титықтады. Бір күні үй ішіндегі қызметкерлер опыр-топыр болып жүгіріп әбігерге түскенін естілген дыбыстардан байқады. Артынша айқайлаған ащы дауыстармен бірге қабырғаны тітіркендіріп атылған автоматтың бірнеше дүркін тарсылы естілді. Сыртқа шығайын десе есік жабық. Түймені басса ешкім келмейді. Терезеден сыртқа қарап еді. Үйді автомат кезенген солдаттар қоршап алыпты. Сол сәтте тағы бір топ солдат аулаға қолына кісен салынған Дейлді сүйреп алып шықты. Артынан қолдары кісендеулі жансыздарды бір-бірлеп желкелеп шығарды. Дейл жасы келіп қалған кәртеміс болса да жолбарыстай жұлқынып тұрды. «Сволши, я вам покажу, что такое предательство», деп кіжінеді. Шамасы тыңшылардың бірі мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне хабарласып, серіктерін ұстап берген сияқты. Бахадыр мына сұмдық көріністі көріп есінен танып құлады. Үйді тінтіп жүрген мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері бөлмені ашып кіріп, есінен танып жатқан мұны көріп, сыртта дайын тұрған жедел жәрдем бригадасын ішке рациямен шақырды. Мұны лезде жедел жәрдем көлігінің кушеткасына жатқызып, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің арнайы ауруханасына алып кетті. Есін бір жиғанда дәрігерлермен бірге басында тұрған мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне «Мен сатқын емеспін» деген екі ауыз сөзді зорға айтып, тағы да есінен танды. Дәрігерлер шұғыл консилиум жасап, науқастың басына бұрын операция жасалғанын, рентген көрсеткіші бойынша басында 4 бұрышты титтей зат бар екенін анықтады. Екінші операцияны көтере алмауы мүмкін деген тұжырым да жасалды. Алайда Вагнер Стоунс құпия барлау агенттігінің агенті болғандықтан, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері оның басына операция жасау туралы мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің шұғыл шешімінен кейін дәрігерлерге операция жасауға ресми түрде рұқсат берді. Операция үстелінде науқасқа наркоз беруге келген Айнұр Бахадырды көріп шыңғырып талып қалды. Дәрігерлер аң-таң болып бетіне су шашып әлекке түсті. Айнұр есін жинаған соң өзін біршама ретке келтіріп, дірілдеп, күйеуінің бетіне үңіле қарады. Шашы ағарып, қартайып кетіпті. Сүйген жарының бұрынғы сымбатты көркінен сүйсінетін түк қалмапты. Дәрігерлердің Америка азамат деп жүргені өзінің күйеуі болып шыққанына соншалықты таңданыспен қарады. Қол аяғын денесін ашып ұстап көрді. Аман екен. Әріптестері шұғыл операцияға кірісіп жатса да, консилиум жазбаларын жылдам ақтарып бәріне лезде қанықты. Күйеуіне өзі наркоз беруі керектігін түсінді. Дәрігерлер жабылып операцияны бастады. Операция табандатқан 5 сағатқа созылды. Сәтті аяқталды. Дәрігерлер мидың ортаңғы бөлігінен бір беті 1 шаршы сантиметрді құрайтын, ішіне алтын электрод орналастырылған 8 бұрышты жұқа алтын жәшікті асқан ұқыппен алды. Операцияның басынан аяғына дейін бақылап тұрған шекистер Бахадырдың «Мен сатқын емеспін» деген сөзінің мағынасын енді толық түсінді. Оның басына бұрын операция жасалғанын білгенде осылай боларын болжаған еді. Кішкене алтын жәшікті сол жерде мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің актісін жасап, операция жасаған дәрігерлерге қол қойдырып, қолдарын растайтын клиниканың мөрін бастырып, мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің лабораториясына шұғыл алып кетті. 2 аптаның ішінде лабораторияның арнайы мамандары алтын жәшіктің құпия барлау агенттігіне тікелей ақпарат беретін пульт пен радиация арқылы жұмыс істейтін аппарат екенін анықтады. Тергеу жалғасты. Бахадыр клиникада есін жия алмай 43 күн жатты. Жүрегі мықты екен.
өлім мен өмір арасында жатқанда жүрегі тіпті кей күндері қалыптан тыс қатты соғып жатты. Айнұр үнсіз егіліп күні-түні басында отырды. Бақыт пен Ернар келіп әкелерін көріп кетіп жүрді. Әкелері жадында еміс-еміс қалған екеуі, ол кеткенде біреуі 6 жаста, біреуі 4 жаста болатын. Көзін ашқанда басында отырған сүйген жары Айнұрды танып, жүрегі атқақтап қоя берді. Тағы да басы сылқ етіп түсіп, есін жия алмай қалды. 7 сағаттан кейін көзін қайта ашты. Екпе дәрінің көмегімен жүрегі бір қалыпты соқты. Айнұр сүйген жарының көңілін толқытпайын деп маңдайынан алақанымен жайлап сипады. Сөйлемеді. Бетіне күлімдеп қарап отыра берді. Жан жарының сұраққа толы жанарынан: осы уақытқа дейін қайда жүрсің Баһадүр? Біз сені сағына-сағына сарғайдық, бірақ үмітімізді үзбедік. Балаларың ер жетті. Сен хабарсыз кетсең де еш жамандыққа қимадық. Бір күні келер деп күттік. Ақ тілегімізді Құдай қолдап, бізді қайта табыстырды. Енді айырылыспаспыз, деген сағынышқа толы жан сырын оқыды. Екеуі жанарлармен жүрек сырын біраз уақыт ұғысқан соң, оған тағы да ұйқының дәрісі егілді. Екінші операциядан кейін көп сөйлеуге, бір нәрсеге ұзақ қарауға, газет, кітап оқуға, ренжуге, ұрысуға болмайтын еді. Өйткені ми қабаттары, қан тамырлары радиациядан әбден тозып шығарып, әлсіреп кеткен болатын. Дәрігерлер оның өміріне кез келген сәтте қауіп төнетінін айтты. Кез келген сәтте ми және жүрек қан тамырларының жарылып кетуі мүмкін. Радиация қан тамырлармен бірге бұлшық еттерінде тоздырған. Келесі күні оянғанда Айнұрға жазылған соң Жейхунға барайықшы деп тіл қатты. Келіншегі басын изеп, сөйлеме дегенді білдіріп, қос саусағымен аузын баса қойды. Екеуі үнсіз ұғысып, тағы да біраз отырды. Артынан қайтадан ұйқының дәрісі егілді. Осылай ай артынан ай өтті. Тұрып аздап жүретін халге жетті. 4 ай өткенде өзіне өзі біршама келе бастады. Келіншегімен балаларымен әңгімелеседі. Туыстарының жағдайларын, елдің жаңалықтарын сұрайды. Қанша әңгімелессе де 30 жылғы сағыныштарын баса алар емес. Есін жиғанына 5 ай толғанда клиникадан үйге шығарды. Айнұр әлі күнге дейін күйеуінен үмітін үзбей тұрмысқа шықпаған еді. Сүйген жарын аяда 2 бөлмелі пәтеріне алып келді. Ауруханадан шыққан соң Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері бір ай әурелеп тергеді. Кінәсі жеңіл, әрі еріксіз түрде құпия барлау агенттігіне қызмет еткенін, оның үстіне жарық дүниеде аз өмір қалғанын ескеріп, Баһадүрді бостандыққа жіберді. Ал Дейлді ату жазасына кесті. Басқа қылмыскерлер өмір бойы бас бостандықтарынан айырылды. Күйеуі жүйкесі біраз тыныққан соң Жейхунға барып қайтайықшы деген тілегін тағы қайталады. Дәрігерлер тағы да толқуға, жылауға, біреумен ренжісуге болмайтын ескертті. Қан қысымы көтерілсе өміріне қауіп төнетінін қайталап айтты. Баһадүр бәріне тәуекел етті. Алажар қаласынан Алтынтау қаласына дейін ұшақпен ұшып келіп, кіндік қаны тамған ауылға жету үшін ары қарай 4-еуі таксиге отырды. Туған жерге жеткесін Жейхун өзені жағасындағы өз ауылының тұсынан түсіп қалды. Баяғы ауыл жоқ, бәрі өзгеріп кеткен. Қарттар қайтыс болған, жастар қалаға көшіп кеткен. Ағайындары да ауылдан көшіп кетіпті. Бірен-саран танитын адамдармен қауышып, әңгімелесіп, қуанып қалды. Туған жерге 30 жылдан кейін келгенде, алдынан құшақ жая қарсы алатын ағайынды таппағаны да көңіліне қаяу түсіріп, іштегі шердің уытын қайта қозғады. Сап-сап көңілім, азаппен арпалысып жүріп, алыстағы Америкадан туған жеріме келіп, атамекенге табан тірегеніме 1000 шүкір. Енді өліп кетсем де арманым жоқ. Сүйегіме туған жерден қабір бұйырса, рухым тыныш табады. О жаратушы Тәңірім, сүлдерінді сүйретіп, кіндік қаным тамған ата-бабамның киелі мекеніне жеткізгенің үшін 1000 тәубе. 1000 тәубе, 1000 шүкір. Бар арманы бала кездегі жан серігіндей болған Жейхунды бір көріп суының дәмін тату, беті қолын жуу. 4-еуі жаяулатып өзен жағасына келді. Бұрын жаз айларында көк майсасы жайқалып жататын өзен жағасының көркі көз қуантпады. Күнге күйіп, қурап, сарқайып кеткен шөптердің қаңсық иісі мұрынға келіп,
қырбеткейлер тақырланып қалыпты. Тек ерке жейхунның беті баяғыдай майда толқынданып, толқыған көңілдің шерін қозғайды. Жат елде таусылмас сағынышына айналған ерке жейхун бір қарағаннан-ақ көңілін толқытып, жүрегін қайта тулатты. Айнұр иығынан құшақтай бергенде көз алды тұманданып сала берді. Қан қысымы көтерілгенін сезді. Лезде балалар аузына дәрісін салып суырттатты. Дәріні ішкенмен миында ат шауып бара жатқандай, құлағына үздіксіз дүрсілдеген дыбыс келіп, беймаза күй басылмады. Әп сәтте дүние көз алдында дөңгеленіп сала берді. Біраздан соң көзін ашса, әйелі, балалар үрейлене басына төніп отыр екен. Сол сәтте жейхун өзеніне қарап бетін бұрып, туған жерім, алтын бесігім жейхуным, сендердің үміттеріңді ақтай алмадым, кешіңдер мені, қош, деуге ғана шамасы келді. Құшақтап отырған әйелінің иығына басы сылқ етіп қисайды. Қош жанарынан сарғайған сағыныштың қос тамшысы үзіліп, туған топыраққа тамды. Әңгімені оқыған Базаркүл Қалбыр. Қадірлі тыңдарман, каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жаза кетуді де ұмытпағайсыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше.